Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бұрынғы кезде ата-аналарымыз дайындаған бөрек дайындаймыз. Қазіргі уақытта біздер оны мясной пирог деп атап кеткенбіз. Ол үшін бізге жылы сүт және ашытқы, тұз және жылы су барлығын құйып мұқият араластырамыз. Содан соң бөлме температурасындағы сары майымызды қосып араластырамыз. Және де ұнымызды ситадан өткізіп, аз-аздан сала отырып, жұмсақ, қолға жауыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымызды жылы жерге бетін жауып қоямыз және көтерілгенін күтеміз. Осылайша қамырымыз дайын болғаннан соң екі бөлікке бөліп аламыз. Біріншісін астына, екіншісін үстіне. Біреуін үлкенірек, біреуін сәл кішірек етіп бөліп аламыз. Содан соң оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Бұл бөректе тестіміз қалынырақ болуы керек. Осылайша қамырымызды жайып, үстіне салмамызды саламыз. Салмамызды салғаннан соң екінші қамырымызды бетіне қойып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша жан-жағын мұқият бүріп шығамыз. Осылайша біздің дайын бөрегімізді қызып тұрған пеште дайын болғанша қызартып пісіріп аламыз. Салмасына менде сиыр еті және тұз, бұрыш, жуа және картошка, кішкене сәбіз қостым. Содан соң ішек май қостым. Егер сіз ішек май жаратпасаңыз, қоспауыңызға да болады. Негізінде ішек май өте күшті дәм береді. Бөрегіміз пештен шыққаннан соң үстіне сары май жағып, бетіне салфан төсеп және орамалмен жауып 5-10 минутқа қойып қойсаңыз, пирогыңыз өте дәмді болып шығады. Осылайша біздің бөрегіміз дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Егер сізге ұнаған болса, каналыма жазылып және видеомды бағалап кетуді ұмытпаңыз.